Бұл бір отбасының оқиғасы емес. Бұл мыңдаған үйдің ішінде болып жатқан шындық. Бұл айқай естілетін. Бірақ ешкім естімейтін үй туралы. Түн. Тағы да сол үй. Тағы да сол қабырғалар. Тағы да сол иіс. Бір қарағанда бәрі тыныш сияқты. Бірақ бұл үйде тыныштық деген жай ғана үзіліс. Дауыл алдындағы үзіліс. Сыртта жел ақырын ғана есет. Ал үйдің ішінде басқа жел. Ауыр қысымдайтын, тұншықтыратын. Есіктің сыртынан аяқ дыбыстары естіледі. Ауыр теңселген таныс дыбыс. Мен бірден түсінемін. Әкем келді. Жүрегім бір түрлі қысылып кетеді. Ана пештің жанында отыр. Қолында шай. Бірақ ішпейді. Ол да күтіп отыр. Біз бәріміз күтеміз. Кім не болатынын білмейді. Бірақ бәріміз сеземіз. Есік тарс ашылады. Суық ауа емес. Арақтың өткір иісі кіреді. Қайдасыңдар? Деген айқай. Мен көзімді жұмып аламын. Ішімнен бүгін тыныш өтсе екен деп тілеймін. Бірақ бұл үйде тілектер сирек орындалады. Менің балалық шағым осылай өтті. Айқаймен, жылаумен, қорқынышпен. Бірақ әрқашан бұлай болмаған. Мен кішкентай кезімде. Әкем басқа еді. Ол күлетін. Бізбен ойнайтын. Мен оны жақсы көретінмін. Мен оны күтіп отыратынмын. Бірақ бір күні бірдеңе өзгерді. Алғашында біз байқамадық. Жай ғана шаршаған шығар деп ойладық. Сосын ол жиі ішетін болды. Сосын күнде. Сосын тоқтамайтын болды. Бірте-бірте біздің әкеміз жоғалып кетті. Оның орнына біз танымайтын адам келді. Біз 6 ағайындымыз. 3 ағам бар. Олар ерте есейді. Мектептен кейін бірден жұмысқа кетті. Малдың қасында. Олар көп сөйлемейді. Үйде не болып жатқанын көреді. Бірақ үндемейді. Ал біз, қыздар. Біз де ерте өстік. Тігін цехына бардық. Басқалар ойнап жүргенде біз жұмыс істедік. Бірақ ең ауыр нәрсе жұмыс емес. Ең ауыр нәрсе үйге қайту. Кейде қыздар жұмыстан кейін күліп тұрады. Бүгін бізде қонақ келеді. Біз кино көреміз. Анам бәліш пісірді. Мен тыңдаймын. Жымиып тұрғандай боламын. Бірақ ішімде бос. Өйткені менде ондай жоқ. Мен үйге асықпаймын. Мен үйден қорқамын. Есікті ашқан сәт. Алғаш соғылатын нәрсе иіс. Арақ, темекі, ескі ауа. Сосын көрініс. Сынған табақтар. Шашылған орындықтар. Едендегі дақтар. Кейде қан. Ал ең ауыр анам. Ол кейде бұрышта отырады. Кейде жылайды. Кейде жай ғана үнсіз. Сол үнсіздік бәрінен ауыр. Қызым жақындама дейді ол кейде. Мен жақындаймын. Құшақтағым келеді. Бірақ қорқамын. Өйткені келесі секундта айқай басталуы мүмкін. Бір күні мен анамды қорғағым келді. Әке, жеткілікті дедім. Даусым дірілдеді. Бірақ айттым. Ол маған қарады. Сол көзқарас мені әлі күнге дейін қорқытады. Онда әке жоқ еді. Онда тек ашу болды. Сен кімсің маған сөйлеуге? Деді.
Сол сәтте менің ішімде бір нәрсе сынып кетті. Сол түн мен өмірімде ең қатты жыладым. Бірақ дыбыс шығармадым. Өйткені бұл үйде ешкім ешкімді жұбатпайды. Кейде мен ойлаймын. Неге біз? Неге басқа үйлерде бәрі тыныш? Неге бізде емес? Бір күні құрбым айтты. Мен сенің үйіңе барғым келеді. Мен бірден жауап бере алмадым. Мен үндемедім. Сосын кейін дедім. Мен ұялдым. Өз үйімнен. Мен ешкімге шындықты айтқым келмейді. Бірақ ішімде бәрі жиналып қалған. Айқай, қорқыныш, ашу, шаршау. Кейде мен шынымен қашып кеткім келеді. Өте алысқа, ешкім танымайтын жерге, жаңа өмір бастауға. Бірақ мен кете алмаймын. Өйткені менің анам бар, інім бар, қарындастарым бар. Мен оларды тастай алмаймын. Бір күні анам маған қарады. Көздері шаршаған. Бірақ ішінде бір жылу бар. Қызым, сендер біз сияқты болмаңдаршы. Осы сөз менің жанымды қозғады. Сол күні мен алғаш рет түсіндім. Бұл өмір мәңгі емес. Бұл уақытша. Мен өзіме уәде бердім. Қатты іштей. Мен бұл өмірден шығамын. Мен өзгертемін. Мен жұмыс істеймін. Ақша жинаймын. Үйренемін. Өсіп жатырмын. Мен әлсіз емеспін. Иә, мен жыладым. Иә, мен шаршадым. Бірақ мен сынбадым. Бір күні менің өз үйім болады. Онда айқай болмайды. Қорқыныш болмайды. Жылау болмайды. Онда жылу болады. Тыныштық болады. Махаббат болады. Менің балаларым ешқашан есіктің тарс жабылғанынан қорықпайды. Ешқашан бөтелкенің дыбысынан оянбайды. Ешқашан анасының жылағанын көрмейді. Мен бұл шынжырды үземін. Егер сен қазір мен сияқты болсаң, тыңда, сен жалғыз емессің. Сенің кінәң жоқ. Сен бұл өмірге лайық емессің. Бұл сенің соңғы нүктең емес. Бұл тек бастамасы. Бір күні сен күлесің. Шынайы, қорықпай. Бір күні сен тыныш ұйықтайсың. Бір күні сен өз үйіңді саласың. Жаңа өмір. Ал қазір шыда. Бірақ үндемей шыдама. Ішіңде үмітті сақта. Түн тағы басталды. Үйде тағы дыбыстар. Айқай. Сынған әйнек. Жылау. Бірақ бүгін бір нәрсе өзгерді. Менің ішімде үміт бар. Кішкентай. Бірақ тірі. Өйткені мен білемін. Мен бұл жерден шығамын. Менің болашағым. Менің қолымда. Сан алуан тағдыр. Түрлі өмір. Бірімізге сынақ болса, енді біреуімізге сабақ болары сөзсіз. Осы бір өмірлік оқиға жайлы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Қызықты жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.